Гульмира Амирхановна, очень приятно быть в вашем замечательном университете. Это мощная кузница кадров, старейшая. Скажите, пожалуйста, какие главные цели университета? Қандай қазір мәселелер тұр? Университетіміз Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті 1944 жылы құрылған. 80 жылға жуық тарихымыз бар. Еліміздегі ұлттық университеттің екеуі болса, соның біреуі біздің университет. Қазақстан бойынша 70 мыңнан астам біздің түлектеріміз еңбек етуде қазір. Қазақстанның түкпір-түкпірінде біздің түлектеріміз, сонымен біз өте қатты мақтанамыз. Қазіргі таңда университеттің алдында үлкен мақсаттар тұр. Әлем өте жылдам өзгеріп жатыр. Соған сәйкес, өздеріңіз білесіз, педагогикада соңғы бірер жылда орын алып жатқан пандемияға байланысты біраз өзгерістер еніп жатыр. Цифрлық педагогикаға қарай, киберпедагогика дейді. Жалпы онлайн әлемде қашықтықтан білім алу әдістері жағынан көптеген өзгерістер еніп жатыр. Жалпы педагогика өзі түрі ғылым болғандықтан бізге де өте жылдам өзгеру керек. Сол мақсатта бізде университетіміз халықаралық талаптарға сай ғылым менен тәжірибені біріктіре отырып, сол бағытта өзімізге жаңашыл бағдарламалар енгізуді жоспарлап отырмыз. Академиялық бағдарламаларымызды жаңарту арқылы, халықаралық талаптарға сәйкестендіру арқылы біз ойлаймыз, ол жаңағы заман талабына сай бізде жылдам өзгеруіміз қажет және өзгереміз деген бізде сондай үлкен алдымызда жоспарларымыз бар. Онымен қатар университетіміздің инфрақұрылымын дамыту өте маңызды. Өзіңіз білесіз, білім алатын орта, жалпы сіздің отырған жеріңіз, сіздің біліміңізге, оның қаншалықты құрылымды болуына тікелей әсер ететін зерттеулерге сүйенсек, сол себептен бізге де университетіміздің кампусын жаңарту, кітапханамызды жаңарту, жалпы жатақханаларымызды жаңарту сияқты үлкен алдымызда жоспарларымыз бар. Келер осы бірер жылға сондай үлкен жоспарлар қойып отырмыз. Қазіргі таңда бізде бірнеше халықаралық партнерларымыз бар. Алыс шалғайда, жақын шалғайда бізде Европа елдеріменен, Түркияменен, ақш-пенен осы уақытқа дейін ұзақ жылдық қарым-қатынастарымыз орнаған университеттерменен, студенттеріміз сол жаққа академиялық құрлықпенен барып білім алып келіп жатыр. Қазіргі таңда профессор-оқытушылық құрамымыз болашақ бағдарламасымен оқуды жалғастырып жатыр алдыңғы қатарлы әлемнің университеттерінде. Енді біздің мақсатымыз сол қарым-қатынасты ары қарай ұлғайту. Айталық, әлемнің алдыңғы қатарлы университеттері бар. ақш-та мысалы Вандербильт сияқты университет бар. Одан кейін мына жерде Гонконгта бірнеше өте қызықты бағдарламалар бар. Жалпы Қытайда да, Европа елдерінде де өте білім беру саласында жалпы көптеген алдыңғы қатарлы университеттер бар. Сол бағытта әлемдік рейтингтерде бірінші орында тұрған сол университеттермен қарым-қатынас орнатуды жоспарлап отырмыз өзімізге. Осы тұрғанда білім және ғылым министрлігінің үлкен қолдауын көріп жатырмыз. Соның арқасында әлем банкімен бірге отырып, Финляндияда қазір Хаме және Яма деген университеттер бар. Солардың эксперттері бізге қазіргі таңда академиялық бағдарламаларымызды жаңарту жағынан бізге өздерінің білімдерімен бөлісіп жатыр. Жақын арада әріптестеріміз Финляндияда ары қарай сол бағдарламаның аясында курстардан өтетін болады. Ол да біз үшін үлкен бір қолдау деп білеміз. Сол себептен академиялық бағдарламаны жаңарту жағынан биыл қыруар жұмыс жасалғалы отыр. Қазір неше қыздар оқиды осы университетте? Университетімізде 8 мыңнан астам студентіміз бар. 92% ауылды жерден келген, 72% әлеуметтік аз қамтамасыз етілген ортадан шыққан қыздарымыздың. Сол себептен үлкен жауапкершілік біз үшін. Жалпы бүкіл елдегі студенттеріміздің, ауылды жердегі студенттердің негізгі бөлігі қайтадан өздерінің елді мекендеріне қайтады. Айталық 90% ауылды мекеннен келсе, кем дегенде 80%-нан астамы қайтадан өздерінің ауылдарына, елді мекендеріне қайтып, сол жақта мектептерде білім береді. Сіздің университетті бітіріп, сосын жұмыс таба алмай жүрген жастар жоқ? Жоқ, бізде мұндай мәселе мүлдем жоқ. 90%-нан астам студенттеріміз жұмыспен қамтамасыз етеді жыл сайын. Тіпті кейбір бағдарламаларымызда, мысалы педагогика психология бағытындағы студенттерімізді 3-ші курстан бастап, қазақта айтады ғой, тана тағып қояды дейді, сол сияқты да жұмыс берушілер келіп өздері айтып, бізде осы кісілер жұмыс істейді деп. Қазір 1-ші курстан бастап біз студенттерімізді неге жібереміз ғой, практикаға жібереміз. Сол себептен
өздерінің жаңағы сол жақта қайда жұмыс істегісі келетіндігін 4-ші курсқа дейін студенттер анықтап біліп өздеріне жоспарлар құрып жатыр. Гүлмира Амирхановна, білімді ел газеті көріп отырмыз алдыңызда, өте қуаныштымын газетті оқып тұрады екенсіз. Вообще осындай газетті керек мұғалімдерге қалай ойлайсыз? Иә, білімді ел газеті біз үшін өте қызықты, өте жақсы көріп өтетін газеттеріміздің бірі. Себебі Қазақстанның түкпір-түкпірінде, мектептерде, университеттерде болып жатқан жайттар жөнінде ұдайы жаңа ақпарат, жақында орын алған ақпараттарды хабардар етіп, бір сөзбен айтқанда бұл үлкен қауымдастық қой, мектеп, университеттер, жалпы білім беру саласы бірімен бірін байланыстыруға мүмкіндік беретін осындай бір тамаша платформа деп білемін өзім. Онлайн форматы да бар, білімді елдің осындай қағаз форматы да бар. Сол себептен жиі білімді елде біз де өзіміз жөнінде ақпарат беруге тырысып отырамыз. Гүлмира Амирханқызы, көп рахмет сізге осы керемет сұхбат бергеніңізге. Сізге рахмет, Москвасы көп. Біздің университетімізге келгеніңізге әрдайым есігіміз ашық келіп тұрмыз. Рахмет.